Сәлем балалар, 3 сынып математика 143 сабақ ішкі жиын тақырыбы. Сен жиындардың ішкі жиынын құратын боласың. Бірінші тапсырмаға назар аудар. Амалдарды орында, шыққан нәтижелерді өз суретімен қойып, қандай мақал жазылғанын анықта, мақалдың мағынасын түсіндір. 1000-нан 225 кемітіп 5-ке бөліп, шыққан мәннен 76-ны 19-ға бөліп, кеміткенде өрнектің мәні 151-ге тең болады. 269-ді 2 есеге арттырып шыққан мәннен 864 пен 435-тің айырмасын азайтқанда өрнектің мәні 109-ға тең. 87-ні 29-ға бөліп, 542 мен 307-ның айырмасын көбейткенде өрнектің мәні 105-ке тең болады. 104-ті 3 есеге арттырып шыққан мәнге 92 мен 23-тің бөлінісін қосқанда өрнектің мәні 316-ға тең болады. Ал енді шыққан нәтижелерді өз суретімен орналастырып көрейік. 109, 105, 151, 316. Демек бізде судың да сұрауы бар мақалы құрастырылды. Бұл мақалдың мағынасы судың да сұрауы бар екені, суды босқа төкпеу керек екенін және де суды ысырап қылмау керек екені туралы айтылып тұр. Екінші тапсырма. Фигуралардың ортақ қасиеттерін анықта, жиындардың қайсысы ішкі жиын болып табылатынын анықта. Эйлер-Вейн диаграммасымен кескіндеп көрсет. Оған фигуралардың суреттерін сал. С. Тік төртбұрыштар жиыны, А. Тік төртбұрыштар жиыны, В. Шаршылар жиыны болып табылады. Ал олай болса, А жиынында қызыл түсті тік төртбұрыш, В жиынында жасыл түсті шаршы. Ал С жиынына төртбұрыштар жиыны жатады. Сонда А жиыны С жиынына ішкі жиын, В жиыны С жиынына ішкі жиын болып табылады. Үшінші тапсырма. А жиынының элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша бір ішкі жиын құр. Эйлер-Вейн диаграммасын әрі бір жиынның элементтерін жаз. 2 ішкі жиын құруға бола ма? Демек, А жиынына 22, 6, 11, 3, 50, 70, 44, 9, 33, 12 сандар жатады екен. Демек, А жиынына жалпы сандар жиыны. Ал енді біз В жиынын құрайық. В жиынында бір таңбалы сандар жиыны болсын. Сонда В жиынына 6, 3, 9 сандар жатады. В жиыны А жиынына ішкі жиын болады. Ал енді екі жиын ішкі жиын құрап көрейік. В жиыны бір таңбалы сандар жиыны 6, 9, 3 элементтерінен тұрса, С жиыны екі таңбалы жұп сандар жиыны болсын. С жиынның элементтеріне 22, 12, 44, 50, 70 сандар жатады. Ал А жиыны 11 мен 33 тақ сандар қалады. Сонымен В жиыны А жиынның ішкі жиыны, С жиыны А жиынның ішкі жиыны болады. Төртінші тапсырма. Эйлер-Вейн диаграммасымен кескіндеп көрсет. Оған бірнеше элементтерді жаз. N екі таңбалы сандар жиыны. А 30-дан кем 2 таңбалы натурал сандар В 30-ға тең және одан артық 2 таңбалы натурал сандар жиыны болсын. Сонымен А жиынына 14, 12, 18, 20, 21, 28 сандар жатса, В жиыны 33, 30, 38, 45, 71, 54 сандар жатсын. Сонымен А жиыны Н жиынының ішкі жиыны болады, В жиын Н жиынының ішкі жиыны болып табылады. Бесінші. А тапсырмасы 3 жиын берілген. Бірінші жиын 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны. Екінші жиын бір таңбалы натурал сандар жиынды. Үшінші жиын 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Әр бір жиынның бірнеше элементін жаз. 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны қандай түспен бейнеленеді? Әрине, 100-ге тең және одан кем натурал сандары қызыл түспен бейнеленеді. Екінші жиын бір таңбалы натурал сандар жиыны, ол В жиыны деп белгілеп аламыз және ол жасыл түспен белгіленеді. Оның элементтері 1, 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сандары болсын. Ал үшінші жиын 2 таңбалы натурал сандар жиынын С жиыны деп аламыз. Оның элементтері 77, 19, 32, 42, 28, 87 болсын. Сонымен В жиыны А жиынының ішкі жиыны, С жиыны А жиынына тиісті деп белгіленеді. Бесінші. Есебі өзің сандар жиынына мысал ойлап жаз. Оның ішкі жиынын құр. 3 таңбалы сандар жиынын N деп алайық.
Ал m 3 таңбалы жұп сандар жиыны болсын. Жалпы 3 таңбалы сандар жиыны 103, 211, 313, 200, 400, 302, 828, 657 болсын. Ал енді ішкі жиын құрайық. m ішкі жиын болады. Ол 3 таңбалы жұп сандар жиыны, яғни оған 200, 400, 302, 200, 828 сандары элемент болады. Сонымен m жиыны n жиынына тиісті. 6-шы тапсырма. Суды ластау көздерін ата. Суды ластанудан қалай қорғауға болады? Суды ластау көздері. 973 пен 646-ның айырмасы 327, 203 пен 2-ның көбейтіндісі 406, 579 пен 298-дің қосындысы 877, 108 пен 2 есеге арттырғанда 216-ға тең болады. Өрнектердің мәнін тауып, оларды өсу ретімен ата. Суды ластау көздерінің ең ірісі қайсысы? Судың әрбір ластау көзіне диаграммадағы қай бөлік сәйкес келеді? Демек, бірінші 216, екінші 327, 406 және 877. Диаграммадағы ең үлкен қызыл бөлік ол ауыл шаруашылық өндірісінің тазартылмаған суы екен. Ал сары түсті бөлік ол коммуналдық шаруашылық бөлігі. Көк түсті бөлік өнеркәсіптік тазартылмаған су. Ал күлгін түсті бөлік ол көлік бөлігі екен. Суды ластаудың қорғау үшін ең алдымен ластау көздерін, қоқыстарды тастамауды әдетке айналдыру керек. 7-ші ай есебін шығар. Егер шүмек дұрыс жабылмаған болса, тәулігіне 20 литр су ағып кетеді. Балалар мектепте 3 шүмекті дұрыс жаппай ұмытып кетсе, бір тәулікте қанша литр су ағып кетеді? Едікі 3 тәулікте ше. Олай болса 20 литр суды 3-ке көбейтіп алайық, 60 литр. Ал 2 тәулікте 120 литр, 3 тәулікте болса 180 литр су ағып кетеді. 7-ші ай есебі. Пәтердегі құбырдан су тамшылап тұр. Тамшылаған судан 6 минутта 1 стақан толады. Егер 1 литр су 5 стақан болса, онда 1 сағатта қанша литр су ағып кетеді? 1 тәулікте ше. Олай болса 66-ға бөлеміз, 10 стақан, 10-ды 5-ке бөлсек 2 литр. Ал 24-ті 2-ге көбейткенде 48 литр. Демек 1 сағатта 2 литр, 1 тәулікте 48 литр су ағып кетеді. 7-ші б есебі. Үйіліп тұрған ыдысты суды қатты ағызып жуғанда 100 литр су жұмсалады. Ал қол жуатын шұңғылшаның суағарын тығынмен жауып қойып, суды қажетіне қарай құйып алып жуғанда 20 литр су кетеді. Егер ыдысты екінші тәсілмен бір күнде 3 рет жуса, онда неше литр су үнемдеуге болады? Олай болса 100-ді 3-ке көбейтеміз және 10-ды 3-ке көбейтіп азайтамыз. Өрнектің мәні 240-қа тең болады. Сонда бір күнде 3 рет жуса, онда 240 литр суды үнемдеуге болады. 8-ші тапсырма. Көпбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлшеу, олардың периметрін тап. Қызыл түсті көпбұрыштың қабырғалары 2 сантиметрден, демек 4 рет 2-ні бір-біріне қосамыз 8. Бұл фигураның периметрі 8 сантиметрге тең. Келесі, 6 қабырғасы да 1 сантиметрден, 6 бірдің қосындысы 6 сантиметрге тең, демек бұл көпбұрыштың периметрі 6 сантиметрге тең. Келесі, трапеция фигура. Бұл фигураның ұзындығы 4 және 2, ені 2 сантиметрден. Бұл фигураның периметрі 10 сантиметрге тең. 9-шы тапсырма. Бөшкеде 28 литр су бар. Сыйымдылығы 7 литр шелек және сыйымдылығы 4 литр ожау бар. Бөшкеде шелекке 6 литр су құйып алу қажет. Осы ыдыстардың көмегімен қажетті мөлшердегі суды қалай құйып алуға болады? Кестені пайдалан. Бірінші қадам, 7 литрлік ыдыстан су құйып аламыз. Екінші қадам, тағы да 7 литрлік шелекпен су құйып аламыз. Үшінші қадам, 4 литрлік ыдыспен су құйып аламыз. Төртінші қадамда да 4 литрлік ожаумен су құйып аламыз. Сонымен бөшкеде 6 литр ыдыс қалды. Осы бөшкедегі суды шелекке құйып аламыз.
Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып каналға тіркеліп алыңдар.